Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге ең оңай әрі бірден бәріміз пісіре алатындай блини рецептісімен бөлісетін боламын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ендеше бастайық. Құрғақ табамызға 3 штук жұмыртқамызды салып миксермен араластырамыз. Содан соң үстіне 3 ас қасық шекерімізді саламыз. Ендігі кезек сұйық май мен тұзға келді. 3 ас қасық сұйық май және жарты шай қасық тұзды салып жақсылап араластырамыз. Осы айтылған өнімдерді қосқаннан кейін жылы 200 мл сүтімізді қосамыз. Жақсылап араластырып, және де үстіне електен өткізілген 200 грамм ұнымызды қосатын боламыз. Ендігі маңызды жері осындай қоймалжың консистенциядағы сұйықтығымызға қайнаған ыстық суымызды қосамыз және бірден миксермен араластырамыз. Мінекей осындай сұп-сұйық консистенция бізде пайда болды. Ендеше блинімізді пісіруге кірісейік. Табамызды маймен сылап аламыз. Тек бір-ақ рет сыласаңыз жеткілікті, одан кейін ол жабыспайды. Ендеше кеттік, іске сәт достар. Мінекей бірінші блинімізді пісірейік. Негізінен біріншісі шықпайды дейді, ал сіз қорықпаңыз. Бұл рецептімен бірінші блины да шығады. Келесі бетіне аударамыз. Еш қиындығы жоқ. Мінекей достар, екінші блинімізді да аударамыз, ақырын ғана. Еш жабыспайды, оңай аударылады. Міне достар, блиніміз дайын болды, өте жұқа, жұмсақ болып шықты. Сіздер оны қаймақпен, сгущенкамен немесе балмен беруіңізге болады. Өте оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіз. Баршамызға ас болсын.